21 мамыр дүниежүзілік мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Аталған мереке Жуалы ауданы Талапты ауылындағы Шерхан Мұртазаның қара шаңырағында кең көлемде аталып өтті. Аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов сала қызметкерлерін төл мерекесімен құттықтады. Тағылымды тойды тамашалап қайтқан әріптесім Жалғас Орынбасардың материалында. Мәдениет, әдебиет, тарих бұл үшеуі біріккенде кез келген ұлттың жарқын бейнесі көз алдыңызға келер анық. Бүгінгі мерекеде осы құндылықтың үшеуі де орын алды. Біріншіден, аталған мереке қазақ әдебиетінің сөз зергері, заңғар жазушы Шерхан Мұртазаның қара шаңырағында өтсе, кітапхана мен архив саласының қызметкерлері әдебиетіміз бен тарихымыздан сыр шертетін көрмені келген көпшіліктің назарына ұсынды. Ал аймақтың өнерпаздары күмбірлеген күй төгіп, әннен шашу шашты. Өнер туындысы дегеніміз әлде бір шексіздік, оған бүкіл әлем сыйып кетеді. Жиынға қатысқан аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов мәдениет саласының қызметкерлері ұсынған көрменің тамашалады. Мұнан кейін салтанатты жиында сала қызметкерлерін арнайы құттықтап, жыл үздіктерін облыс әкімінің алғыс хатымен марапаттады. Құрметті мәдениет саласының қызметкерлері, сіздерді осындай жауапкершілігі мол, жүгі ауыр саладағы еңбектеріңіз шынайы ризашылығымды білдіремін. Еліміздің рухани мәдениетін нығайту жолында еңбектеріңіз шығармашылық табыс, зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Жылда 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлер күні атап өтіледі. Бірақ биыл өте ерекше атап өтіліп жатыр. Өздеріңіз көріп отқандайыңыздар, бүгін Шерхан атамыздың елінде өтіп жатыр осы біздің мереке. Осы мерекемен бүкіл әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Мәдениетіміз бен өнеріміз дами берсін. Бүгін өзіме де өте қуанышты күн болып тұр. Жамбыл облысы әкімінің арнайы сыйлығына ие болып, өте қуанышты жағдайда тұрмын. Мерекелік кештің ажары өнерпаздардың әсем әні мен тамаша тартуларымен айшықтала түсті. Мәдениет саласының қызметкерлері ұйымдастырған концерттік бағдарлама өте қызықты өтуде, бірақ сахна сыртындағы өнер өкілдерінің дайындық жұмыстары мүлдем қызықты. Біз осында Тараз стереосының мүшелерімен сұхбаттасып көрсек. Бүгінгі мереке құтты болсын. Рахмет. Мынау биылғы жылы мәдениет күні өте ерекше өтіп жатыр. Оның бір көрінісі мынау Жуалы ауданындағы Шерхан Мұртаза атындағы музей үйдің ауласында үлкен іс-шара өтіп жатыр. Үлкен жоғары лауазымды ағаларымыз келіп қатысып, құттықтау марапаттар жасалып жатыр. Барлық облыс көлеміндегі ауданның жақсы өнерпаздары келіп, осында өнерлерін көрсетіп, марапаттарын алып жатыр. Мереке құтты болсын дейміз. Мерекеден мереке жете берейік. Мерекелік жиын спорттық шараға ұласты. Мәдениет саласының шымыр жігіттері ұлттық ойындардан құралақан емес екендігін көрсетті. Аударыспақ, қол күрес, арқан тартыс кіртасын көтерсе, қыздар қауымы да осал болмай шықты. Спорттық шараның жеңімпаздары арнайы жүлдемен марапатталды. Шерхан Мұртаза атамыздың әдеби мемориалдық үйі былтырғы 90 жылдығына байланысты біздің мәдениет архивтер құжаттама басқармасына қарасты Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану мекемесі бар. Соның бір бөлімі болып өзіміздің балансқа алғанбыз. Сондықтан да өзіміздің әдеби мемориалдық үйіміз тұрған кезде Шерағамыздың мынандай кереметтей өзі тұрған үйінің алаңшасы бәрі осындай сай келіп тұрған кезде мәдениетке тікелей байланысты болып тұрғаннан кейін осы жерді таңдап мамыр айының мамыражай күндерінде мемлекет қызметкерлерін, өнер қызметкерлерін, мәдениет қызметкерлерінің мерекесін ауқымды етіп өткізіп жатырмыз. Жиын соңында келген меймандар мереке иелерін құттықтап, еңбегімен ерекшеленген қызметкерлерге арнайы сыйлықтар мен дипломдар табыс етті. Жалғас Орынбасар, Тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.